Ассалаумағалейкум, құрметті достар, мен Самарқанд қаласына келдім. Қазір Регистандамын. Бұл жерде тұрған 3 сарайда медресе. Осы медреселердің Жалаңтөс Баһадүрге қандай қатысы бар екенін сіздерге айтып беретін боламын. Ал сіздер маған тіркелу кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Самарқанды 44 жыл билеп, 100-ге жуық тарихи нысан салдырған қазақ батыры жайлы сіздерге айтып берейін. Тарихи деректерге сүйенсек, 3 медресенің екеуін Жалаңтөс Баһадүр бұйрығымен салынады. Оның бірі ортада тұрған Тіллә Қари медресесі. Тіллә Қари медресесі 1646-1660 жылдары Ұлықбек заманынан қалған ескі керуен сарай орнына салынады. Ғимараттың негізгі келбеті алаңға қарайды. Және іс жүзінде порталдан және 2 қабатты худжралардан, бұрыштық мұнаралардан тұратын 2 қабаттан тұрады. Аула 4 бұрышты барлық жағынан галереялармен және тұрғын қабаттарымен қоршалған. Бұл медресе алтынмен қапталған деп аталуы кездейсоқ емес. Шын мәнінде қабырғалар мен аркалар мұнда дәстүрлі кескіндеме мен мозаикалық ою-өрнекпен ғана емес, сонымен қатар мол алтынмен де көмкерілген. Арнайы намаз орны, михраб және имам орны мінбер кезінде алтын жалатумен жабылған болады. Алайда 19 ғасырдың басында Самарқанда қатты жер сілкініс болып, медресенің басты порталын қиратты. 1918 жылы Самарқанда кеңес өкіметі орнағаннан кейін медресенің діни мектептер ретінде қызмет тоқтатылды. Бір жылдан кейін сауда нүктелері бұзылды. Алайда кеңес өкіметі Регистан алаңының керемет ескерткіштерін қалпына келтіруге көп күш пен қаражат жұмсады. Барлық 3 медреседе қирандылардан тазаланып, іс жүзінде қалпына келтірілді. 20 ғасырдың 20 жылдарында басталған қалпына келтіру жұмыстары кеңес одағы ыдырағанға дейін аяқталды. Ал екінші оң жағында тұрған Шердар медресесі. Шердар медресесі 1619-1636 жылдар осы Регистан алаңында салынған. Сыртқы және ішкі жағына бұл медресе сырлы кірпіштің жарқын әшекейлерімен безендірілген. Қабырғалары мен мұнаралары түрлі түсті өрнектері бар мозаикалармен және араб тіліндегі Құраннан алынған үзінділермен безендірілген. Сәулет өнері бойынша медресе осы Ұлықбек медресесінің іс жүзінде қайталайды. Яғни шаршы пішінді ішкі ауласы бар, шәкірттеріне арналған худжралар және сабақтарға арналған 2 дәрісхана бар. Оның құрылысы кезінде 17 ғасырда медресені ең заманауи деп санауға болады. Құрылыс кезінде сол жылдардағы ең жаңа сәулет жаңалықтары қолданылды. Бұл медресенің биіктігі 31 метр екен. Қараңыздаршы, не деген биік деймді. Бәрібір көзбен көргенге жетпейді ғой шіркін. Ал одан кейін мына Шердар медресесіне қарама-қарсы тұрған Ұлықбек медресесі. Бұл Ұлықбек медресесі Мырза Ұлықбектің бұйрығымен 1417-1420 жылдары салынған. Енді сіздерге қызығын айтайын. Мына Шердар медресесіне Жалаңтөс батырдың аты берілуі тиіс болған, десе де әртүрлі себептермен қойылмапты. Кейбір тарихшылар қазақ руынан шыққан үшін Жалаңтөс есімі берілмегенін айтса, өзгелердің зерттеуінше оның халыққа танымал өзге аты берілген дейді. Жалаңтөс Баһадүр 17 жасында әлімұлы руларының биі атанса, 36 жасынан өмірінің соңына дейін Самарқанды билеген. Әрине, Жалаңтөс Баһадүр Әмір Темірден кейінгі осы Самарқанды көркейткен ұлы тұлғалардың бірі. Ол 44 жыл қаланың өркендеуіне үлес қосып, 100-ге жуық тарихи маңызы бар ғимараттар салдырған. Самарқанның бізге белгілі 74 әмірі болған. Танымал билеушілердің қатарында Әмір Темір мен оның немересі Мырза Ұлықбек те бар. Әмір Темір Мәуереннахрды 35 жыл билесе, Мырза Ұлықбек Самарқанды 40 жыл басқарады. Ал көне қаланы ең ұзақ билеген 44 жыл әрі оның дамуына себепкер болған Әмір Темір сияқты үлес қосқан Жалаңтөс Баһадүр екені көпке айтылмай жүр. Және өзбек ағайындарды Жалаңтөс Баһадүрдің қазақ екенін мойындағысы келмейтін сияқты. Бұған себепкер әлі күнге дейін Өзбекстан мемлекетінде арнайы Жалаңтөс Баһадүрге ешқандай ескерткіш қойылмаған. Жалаңтөс батырымызға ең болмаса ауыз толтырып айтатындай ұзыннан бір жатқан көше берілген бе деп, тіпті телефонына картаны ашып та іздеп көрдім. Бірақ бас аяғы 1 километрге жетер-жетпес осы Самарқанның ішінен кішкентай көшелердің бірінен берген екен. Өкінішті әрине, мұндай тарихи нысандар салдырып, Самарқанның осындай көркеюіне себепкер болған. Статистика бойынша осы Өзбекстан мемлекетіне жылына 6 миллионнан астам адам келеді екен. Соның ішінде басым көпшілігі Еуропа мемлекеттері. Германия, Испания, Португалия, Италия, Франция, ал және Азия мемлекеттерін айтатын болсам, Оңтүстік Корея, Япония, Австралия, Таиланд, Вьетнам, тағы да басқа мемлекеттер бар. Құрметті көрермендер,
Бұл мемлекеттерді мен Өзбекстанның түрлі шаһарларында жүріп өз көзіммен де көрдім. Осы мемлекеттердің басым көпшілігі осы арнайы Самарқанд қаласына келеді. Осындай күллі әлемнен келіп жатқан туристер қаншама ғасырлық ғимараттарды келіп көру үшін себепкер болған Жалаңтөс батырымызға Өзбекстан мемлекеті неге бір ескерткіш салып бермеске? Әрине, батырдың өздерінен шықпағанына қарағанда дәл айтпай ақ қояйыншы. Өзбекстанға кіре алмай қалып жүрерім келесінде. Бірақ сонда да әттеген-ай деген сезім тұла бойымда тыныштық алар емес. Бұл да тағы өкінішті әрине. Ал құрметті көрермен, осымен видео соңына жетті. Сіздер үшін осындай әлемнің қызықты жерлерін көрсетуден шаршамаймын. Бірақ сіздер маған күш-қуат пен шабыт беру үшін маған тіркеліп, керемет комментарийларыңыздан қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.